Алармыз насылдым. Сәлем сүйкімді көрермендерім. 7 сәуірге жалпы болжам. Ертең 20 ай күні. Ертең рухани байлыққа, лирикаға ма көңілдеріңізді жақсы ән тыңдаңыздар, кітап оқыңыздар. Кітаптың бетін ашпайтын адамдар болсаңыздар, онда бір ютубтан бір аудио кітаптар оқыңыздар, рухани жыр, терме. Жұмыста болам, уақыт жоқ дейтіндерге неғұрлым сабырлы болсаңыз, судан таза, сүттен ақ, сондай қалыпта болу керек. Ескі нәрсе енді қайталанбайды, жаңаға ауысып жатсыз. Сондықтан ескімен қоштасуға қош айтысыңыздар, сау бол, аман есен хош бол деңіздер ескімен. Өйткені жаңа 10 күндік келе жатыр айдың аяқталуына. Сондықтан жаңа өмірге қадам басуға шақырамын. Опырым, жалпы болжам енді қаралық 7 сәуірге. Ертең сейсенбі, қызыл жұлдыздың күні. Қызыл түстес, қызыл нәрселер тағынып, қызыл тастарды, қандай қызыл тастар білесіз? Маржандар, қызыл тастар деп қарап шықсаңыз, қызыл түсті орамал, қандай да бір қызыл түс сізге күшті көмек береді ертеңге. Мына жақта қыздарымыз жұмыс істеп отыр, күйеулерімен, жігіттермен бақытты. Ертең мүмкін кездесуге шақырады, үйде бір жақсы дәмді ас пісірерсіздер. Ертең бір тарихи оқиға, бір тағдырлық нәрсе болады. Мүмкін кредит қарыздарыңызды толық төлеп бітесіз. Болмаса бір сізді ұзақ уақыттан бері күйзелтіп, көңіліңізге қаяу түсірген адамдармен қош айтысасыз, болмаса ішіңіздегінің бәрін айтып саласыз. Менімен қалай сөйлесуге болады, менімен қалай сөйлесуге болмайды деп бетіне былш етіп айтатын кез. Қорықпаңыз, ештемеден уайымдамаңыз, аруақтарыңыз қасыңызда. Сізге тек мына жердегідей қанша қиын болса да тек алға, нар тәуекел, тек алға. Ештемеге қорықпаңыз, мойымаңыз, жасымаңыз.